бітпейтін сондай бір жиындар болып бытқып отыратын бір мекеме Біріккен Ұлттар Ұйымы. Дым шешпейді. Оны мен өзім анық білдім. Қытайдағы қазақ геноцидке ұшырағанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Қытайға қаратып боқ та істей алмады, дым да істей алмады. Тіпті ең маңызды деген критикалық кез келген тақырыпта Біріккен Ұлттар Ұйымы орыс пен Қытайдың қуыршағына айналып қалды. Сондықтан Тоқай сияқты адам Біріккен Ұлттар Ұйымы үшін өте керек. Неге? Ол өзі Қытайдың құлы. Қытай тілін біледі. Ол өзі орыстың құлы. Орыс КГБ-сінің тәрбиесін көрген, Совет одағының Бейжіңге жаңа қатшы қылып жіберген, Совет одағының Пекиндегі елшілігінде қызмет істеген адам. Яғни, екі империяның да мүддесіне қолайлы, ал Біріккен Ұлттар Ұйымында орыстың жақтастары болатын біраз елдер бар. Біріккен Ұлттар Ұйымында Африка, Латын Америкадағы біраз ел Қытайдың жақтасы болып, олар дауыс береді. Сөйтіп, Тоқай Біріккен Ұлттар Ұйымында басқатшы болып отыра қалу бек мүмкін. Ал ондай болған жағдайда, Тоқайға не керек? Біріншісі, Тоқайға ат керек. Атақ керек. Қандай атақ? Бұндай лауазым болған кезде ертең халықарада оның қазақты қанды қаңтарда қырғынға ұшыратқан қылмысын тақырыпқа қою, оны сотқа тарту дейтін мәселе кәдімгі күрделене түседі. Неге? Ол кәдімгі халықаралық саяси тұлға болып қалады. Бір елдің жай қанішер президент емес, Біріккен Ұлттар Ұйымының басқатшысы болған, халықаралық деңгейде адамзатқа ортақ қызмет атқарған тұлға болады. Яғни Тоқай Біріккен Ұлттар Ұйымына барса, біріншісі өзіне саяси гарантия үшін барады. Бұл бір. Екіншісі Ши Цзиньпин мен Путиннің тапсырмасын орындау үшін барады. Екі. Үшіншісі, Қазақстанда билік не Ивангалиға, не Дариғаға өтеді. Қазақстандағы билік не Ивангалиға өтеді, не Дариғаға өтеді. Ал, яғни, Назарбаевтың кландарына ресми билік қайтадан өтеді. Енді Тоқайды қайтеді. Оны өлтіріп тастай алмайды. Бір жақсы машина алып беріп, енді таксовайт қылып жаныңды бақ деуге келмейді. Дубайға ашырып жіберсе, не Москваға апарып, жаңағы Башар Асадтың қасына барып, енді Башар Асад екеуің арақ ішіп отыра ғой деуге келмейді. Енді оны жаңа аталмыш, қолында ешқандай құқы жоқ, бірақ халықаралық бір әшейін шаруа шешпейтін күнде жиын болатын Біріккен Ұлттар Ұйымына жіберіп қойды. Сен осында жүріп, халықаралық бедел жина, халықаралық тұлға бол. Бір елдің президенті дегеннен гөрі осы саған жаңа қылмысыңды іздестірмеуге, сүрістірмеуге, сұрастырмауға пайдалырақ дейді. Ол жазған құлда ерік бар ма? Путин өл десе өледі, тұр десе тұрады, нүкте қойса тоқтайды, дөңгелек сызса шыр айналып жүгіреді. Міне, ол осындай болуы мүмкін. Тоқай Біріккен Ұлттар Ұйымының басшылығына барама деген әңгімеге ол да маған түскен сұрақтар екен. Осыны талқылап кәдімгідей біраз кәдімгідей білімді ағаларымызға дейін маған кәдімгідей хат жазып, Секе осы мәселе туралы ойыңды айтшы деп деген, мен бұл арада соны көріп жауабымды бердім. Ал сіздерге өтініш. Жаңағы мен айтқан екі жоба. Трамп Иранмен келісімге келе ме? Жоқ, келісімге келмей соғысты жалғастыра ма? Келеді десеңіздер келеді деп, келмейді десеңіздер келмейді деп, қаласаңыздар, ерінбесеңіздер оның себептерін айтып, осы YouTube-тың астына болжалдарыңыз жазыңыздар. Ал арада қанша уақыт өткеннен кейін кім дәл айтты, соны бір қайта бұрылып келіп, сұрақтарымызды, жауаптарымызды оқып, бір бал қойып бағалайық. Ал бүгінгі менің тікелей эфирім осымен тәмам болды. Енді онлайн сұрақ жауапқа кезек берейік. Ал онлайн сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Міне, бүгін боспын деп әлгінде жаздым ғой. Бүгін боспын, ертеңде боспын, ары қарай шапқылаған тірлікке кірем. Сондықтан сол бос кезімде күнде міне қатарынан екінші күн сөйледім, үшінші күн сөйлеп жатырмын. Ал жұмысқа кірісіп кетсем, сөздің шыны мені YouTube-тен көрулеріңіз сирек дейді. Сондықтан сұрақтарыңызды қойып қалыңыздар. ақш-тың саясаты күрделі, сол себепті қақтығысты эскалация жасамау мүмкін дейді. Мүмкін, сіздің де сөзіңіз мүмкін. Иран жастарды дарға асып жатыр. Дұрыс айтасың, Иранда жастарды дарға асып өлтіріп жатыр. Бұл енді Иранда білесіздер,
кәдімгі құдайға қарсы қылмыс дейтін бір қылмыс бар. Ол Қазақстандағы 174-ші бап сияқты бап. Сөйтеді де жаңағы дарғасып жатыр. Бір кеше айттым ғой, бір атақты боксшы ма, балуан жігітті, жап-жас жігіт 17-19 жас, оны асып жатыр, ана қызды асып жатыр. Енді сұмдық Иранда. Бұл Иранның халқын қысқасы тек қана қырып, өлтіріп қана ұстап отыр ғой. Ал басқа қандай сұрақ бар? Иран құлайды дейді. Мүмкін, оныңыз да мүмкін. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Мен енді сіздерге бір жағымсыздау бір хабарды, мысалы әлеуметтік желіден сіздерге көрген хабарымды мен жеткізейін. Мысалы бір Қытай сөйлепті. Қазақстанда Қытай ұлты қалыптасты деп. Мынау Қытай екен, қазақша сөйлеп жүр. Тілі сақауланып, әрең сөйлеп жүр. Қазақстанда Қытай дейтін ұлт қалыптасқандығының дәлелі. Бұлар неғып қазақша сөйлеп жүр? Сосын тағы бір қыз сөйлепті. Қытайлар деген наурыз өткізіп берді. Ой, керемет, Қытай дегенің анандай жақсы ғой, мынандай жақсы ғой деп бір қазақтың қызы сөйлепті. Мен енді бұларды ол қызды кінәлайын деп тұрған жоқпын. Мүмкін ол қызға сол Қытайлардың наурыз өткізіп бергені сол бір ұнапта қалған шығар. Бірақ бұл нені білдіреді? Бұл нені білдіреді? Бұл Қазақстанда енді барған сайын Қытай дейтін бір бәле басымызға келді қысқасы. Енді мына жерде мына екінші ақпаратты қараңыздар. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Дариға Назарбаева сайлауға қатыса алады. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Шавкат Өтемісов бүгін осылай деді. Өйткені президент... Міне, Дариға қатыса алады деді, құлақтарыңызды үйретіп жатыр. Алдағы уақытта қазақта әйел батырлар туралы кітаптар, кинолар, қазақтың жаңағы әйел затынан шыққан батырлары, ел басқарған көсемдері көп жазылып, көп дәріптеліп кетсе таңырқамаңыздар. Таңырқамаңыздар. Бұл деген сөз, ары қарай сөздің шыны қазақтарға қиын болғалы тұр, яғни сөздің шыны керек. Қазақтарға қиын болғалы тұр. Мына жерде мен тағы бір называемого Казахстана, которого дореволюцию. Тағы бір видео бар еді, бір қыздың Қытайларды мақтап наурыз өткізіп берді. Ойбай, Қытайлар керемет екен, наурыз өткізіп берді деген видеосы бар еді. Қазір тауып берейін соны. Жігіттер. Қазір міне 1 секунд. Ой, Аллай, қайда жібердім екен, Мен Қазақстан азаматшасы ретінде Конституцияның 1-ші бабында адам құқығы мен бос. Міне бір қазақтың қызын орысша білмейсің деп жұмыстан шығарыпты, ол арызданып жүр. Мен ана бір видеоны дайындап қойып едім, сол жоқ болып кетіпті. Ой, Аллай. Онда жаңағы қазақ қыз Қытайлар наурыз өткізіп берді. Керемет жақсы, бәріміз көжеге қарық болдық. Қытайлар деген жаңа 4 миллион теңге дей ма, 5 миллион теңге бер, бәрімізге мынандай қазақы кәзекей таратты деп бір қазақтың қызы Қытайларды мақтап, қазақстандық қыз сілекей ағып отыр. Қытай бүгін наурыз өткізіп берсе, бірнеше миллион теңге жұмсап. Соған соншалық еміреніп отырсаң, ертең Қытай сол ауылдың халқына әрқайсына бірден қытайский көлікті сыйлай тарса, онда сол ауылдың қазағының бәрі Қытайға қыздарын қатындыққа бергелі тұрма сонда. Бұл Қытай күліп келіп жаныңды алады, қазақтар. Күліп келіп, ыржақтап келіп, осы оңға шығып, солыңа шығып отырып жаныңды алады. Қазақтар Қытайға қандай баға берді? Көзі күліп, іші ұлып тұратын халық бұлар. Беті күліп, жаңағы іші ұлып тұрады бұларды.
Бұлардың деген көзі қысық, тісі қисық, тісін тілімен жасырған, беті күліп, іші ұлып тұратын арамзалығын сол Қытайда туып өскен қазақ біз білеміз. Менің 25 жыл өмірім сонда өтті. Бұл Қытайдың кірген ізі болады, шыққан ізі болмайды. Ол сенің жеріңе келіп, қала салды ма біттің. Қала салды ма біттің. Болды, құрудың енді ары қарай. Сингапур болу, ары қарай Малайзия болу, Индонезия болу деген кетті болды. Ол Малайзия, Индонезия деген ірі халықтар. Индонезия 200 миллион халық. Олар соның өзі сондай халық ана Қытай менен алысып отыр. Малайзия шарасыздан жерінде Қытайдың пайызы көбейіп кеткендіктен құру деп Сингапурға ұшталақ айтып, Сингапур жоқ, мен тәуелсіз ел болмайым деп жылап, Ли Куан Ю. Малайзия жоқ, ұшталақсың кет ары деп бөліп тастағаннан кейін шарасыздан тәуелсіз болған ел Сингапур. Сингапурды неге Малайзия бөліп тастады? Сингапур Малайзияның құрамында болса, Малайзияда Қытайдың салмағы артып кетеді. Малайзияда онсызда қазір 26% Қытай отыр. Міне, сондықтан қазақтар Қытайлар жақсы екен, наурыз өткізді екен деп ақмақ болғанды доғарыңдар. Қытай сенің жеріңе тек жарылқайын деп келген жоқ. Ол тек сені қалай жұтып алам, ұлт ретінде жұтып алам, қызыңды қатын қылып, қазақ қызының жатырынан Қытайдың баласын өсіріп, өрбітіп, мына жерде ертең қалай жаулап алам дегеннен басқа ойламайды. Осыны біліңдер қазақ. Ал басқа сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен жаңағы видеоны таба алмай қалдым. Негізі оны бір бауырымызға жіберіп едім, соны түсіріп маған жібер деп. Ол бауырымда көрмей қалған ба, мен жібермей қалған ба? Желіден тапсаңыздар маған жіберіп беріңіздер. Бір қазақтың қызы деген Қытайды мақтап енді еміреніп, елжіреп отыр енді. Орбан қызметінен кетеме дейді. Орбан енді біздің туысымыз ғой, қазақтың туысы ғой енді. Оның қазақтың туысы екендігінің айқын дәлелі, оның орысқа деген махаббаты, Путинге деген махаббаты қазақтан өтіп кетпесе кем түспейді. Соған қарап оны туысы екен деуге болады. Енді Орбан кете ме, кетпей ме, ол венгр халқының таңдауында тұр ғой. Венгр халқы жоқ, орысшылдық саясатты қойайық. Еуропаның ішінде отырып, орыстың қолаңсасына басымызды тығып, басымыздың сақинасын жазсақ, дұрыс емес деп, венгер халқына Құдай тауфиқ, хидаят беріп, оянып аяқ астынан. Орбанды құлатса, онда құба құп. Мен өз басым Орбанды иттің етінен жек көремін. Мысалы, Украинаның Еуропадан алатын ақшасы бар еді. 2 миллиард доллар ма сондай? Үлкен жоқ, одан да көп ақша. Орбан өткізбей отыр. Еуропаның заңы бойынша әрбір ел оған бас изеу керек. Сонда ғана ол ақша Украинаға тиеді. Енді сол ақшаны Украина ала алмай отыр Орбанның кесірінен. Неге? Орбан Путиннің құлақ кесті құлы болып отыр. Ал 90 миллиард доллар дейді. Иә, 90 миллиард па сондай бір үлкен ақша. Сол Орбан өткізбей отыр Украинаға қарай. Сізді орыс тілді қазақтар қалай тыңдауға болады дейді. Енді мен орысша білмеймін ғой. Мен орысша үйренбеппін. Қазақстанда 20 жыл өмір сүрдім. 20 ауыз орысша үйренбей кетіппін ғой мен. Соны үйренуге құлқымда болған жоқ. Ескимостың, иноттың тілін үйренсем үйренеді екем, орыс тілін үйренбеймін. Ақша берсе де үйренбеймін. Ат басындай алтын берем десе де үйренбеймін. Путин қызым берем десе де үйренбеймін. Орыс тілін үйренбей кеттім сөйтіп. Енді сөздің шыны керек, енді мен орыс тілді қазақтар мені қалай тыңдайды, енді білмеймін енді оны. Илон Маскке заказ беріңдер, қазақ тілінің аудиосын тіке автоматты орысшаға аударып отыратын бағдарлама жасасын. Сол бойынша бірдеңе болар енді. Орыстың тілінде жек көрдік, қызында жек көрдік қой, болмаса. Орыс көрші қыздар болып жас күнімізде. Орыс қыздар. Ой, енді жаным береді ғой. Кеште жай келем шаруалардан.
Сонда ана орыс қыздар есікті қағып көршілер жоқ болмайтын нәрсені сылтауратып. Ол кезде ана жаңағы дәлізді, пәдезді сүртетін, тазалайтын кезек бар. Менікі аптасына бір рет келемі? Ана қыздар мені үшін істеп қояды, бірақ соғыздар енді обал болып кетті. Соларды бір адам екен деп қарамадық қой енді. Мына жігіт өзі қандай жігіт деп оларда таңырқаған болу керек. Мен по-русски не понимаю деп, английский говорите деп тұрып аламын, қазақша сөйлеймін. Үйіне шайға шақырып, біз орыстардың қолынан шай ішпейміз дедім. Оны айттым. Ойбай, бізде басқа қазақтар ішеді ғой, білмеймін, біз орыстарды кәпір қолынан шай ішпейміз. Шайда тұрған не бар, сендер свининаны жемейсіңдер ғой, тек мына бас жоқ, біз шайдың өзі қарам. Орыс құйылса шайда қарам деп ішпей қойғаным бар. Ол тіпті олар енді түңіліп кетті. Мына жігітке ем қонбайды деп түңіліп кетті ау енді. Сілекейлер ағып қурап қатып қалды соғыздар енді. Осы кезде бәрі кемпір болып кеткен шығар. Менің өзім 50-ден асып кеттім. Сөйтіп орыс тілін үйренген жоқпыз, сөздің шыны керек. Орыс тілін үйренген жоқпыз. Ол менің әкемнің тірі кезі, ол орыс қыздарменен араласып жүргенді білсем, әкем ойланбай өлтіріп тастайды менің әкем. Баяғыда біз ішкі Қытайға оқуға кеткенде әкем айтатын, жаңағы бір ана малы бар болды ғой, тауда малшылар болды. Егер осыдан жаңағы Қытайдың қызымен жүрді тұрды деген әңгімені естісем, өзім-ақ тарс еткізіп атып тастаймын дейді. Жарықтық сондай кісі еді ғой. Алла ол кісіні жәннатпен сүйіншілесін. Ол мүмкін емес қой біз орыстың қызына сөйтіп. Сондықтан орыс тілін үйренбедік, сөздің шыны керек енді. Енді Қытайдан келген қазақтардың соңғы буындары балаларын орысша беріп жатқан бір тобын көргем. Өздері Қытай тілді қазақ, қазақшасының өзі тиіс ағашқа тимесе бұтаққа. Балаларын орысша беріп, ол балалар орысша сөйлеп, орыстан қатын алған жігіттерді де көргем. Қытайдан келіп, орыстан қатын алған жігіттерді. Біз енді ол жігіттер енді білмеймін енді. Бірақ біз енді сөздің шыны, Құдай өзі кешсін енді, тәкаппарсығаным емес. Соның тілінен де өзінен де жиіркендім ғой, жау деп. Енді қарапайым халық қой, бірақ ана ар жағымнан тура магнитім теуіп, жаусың деп. Қазақты қырған жаусың, сен отаршысың, сен отаршы басқыншының тұқымысың деп сөйтіп жек көріп тұрдым енді. Ана қыздарда енді обал жоқ, кінә жоқ, енді үлбіреп ауызға салғанда, өріп ауызға салғанда үлбіреп тұрған орыстың қыздар енді. Сөйтіп жоламай кеттік енді. Сөздің шыны керек. Өткенде конгресте бір орыстың қызын бүйтіп көріп қойдым да, сен орыстың қызысың ба десем, таң қалды, сорт ете қалды. Мен де енді байқағышпын ғой, біздің көзімізде скайнерлейді, біздің көзіміз сол мына орыстың әгі S-300, S-400, S-500 радарларынан артық скайнерлейді ғой. Біз бүйтіп бір скайнерлікті орыстың қызысың ба дедік. Соны ана қыз таңырқап, қайдан білдіңіз? Деп жаңа таңырқап сөйтіп, конгресте жиын аяқтағаннан кейін. Сосын әлгі қызға айттым, еркектерді скайнерлеп, тура өліп, үшіп, жаңа көзіңменен жаңағы жігіттерге қараған қарасыңнан білдім. Орыстың қыздары жаңағы еркектерді көрген кезде тура басқаша болып кетесіңдер деп әзілдедім. Сөйсем сылқылдап, көліп, балқылдап, ойбай, қазақтар сендер бізді жақсы түсінесіңдер деп. Жаңағы сумкасын ашып, визиткасын беріп, жаңағы енді қыздың көзінше визиткан керек жоқ десең, енді этикаға жарайды деп визиткасын алдым, бірақ өз визиткамды кешіріңіз, мен қоңырау шалам дедім де кетіп қалдым. Ол қызға жолаған жоқпын енді. Сөздің шыны керек. Сонда анау енді ағылшынның қыздары да бүйтіп қарайды ғой еркекке, бүйтеді де қарайды да кете салады. Бірақ ана орыстың қызы еркекке қарағанда басыңнан бақайшығыңа дейін скайнерлеп, саусағың қалай, тобығың қалай, жілігің қалай, бәрін скайнерлеп, соғымға сойсам қанша табақ, қаншасы мет шығады деп, соның бәрін скайнерлеп болады. Бұл енді орыстың тұқымында бар зат шығар енді. Ұлы халық қой енді. Пушкин деген ақыны бар, Толстой деген жазушысы бар, Лермонтовы бар, тағы кімі бар еді. Чехов деген жазушысын білетін біз. Антон Павлович Чехов. Александр Сергеевич Пушкинін білетін біз.
біраз жазушысын білетінбіз енді. Тынық Донды білетінбіз. Енді анау Швартна кім еді, анау кімнің анау атақты жаңа Шварценеггердің сөзі бар ғой енді. Спорт қой, балет қой. Жазушы деп орыстың жазушыларын, орыстың балетін, орыстың спортшыларын мақтап келіп, Шварценадзе орыс халқын үндеу тастайды ғой. Бірақ ол сенің біреуден артықтығыңды білдірмейді. Сіздер мына қысқасы рашизммен ауырмаңдар дегенді айналдырып келеді. Мен Шварценадзені бұрын тек жаңағы бір жай артист, экшн фильмнің несі, одан кейін жаңағы губернатор болды, штат әкімі. Жай біреу деп жүргем. Бірақ ананың соғыс басталғанда орыстарға тастаған үндеуінен ананың басы қатты істейді екен. Құдай оған әртістік өнер, жаңағы мықты, жаңағы денесі шынықтырып, бұлшық етін кәдімгі мықтаған кісі ғой. Қазір кәртейіп, мәлкілдеп тұр. Бірақ ананың басы да керемет екен. Ол енді 20 жасында Америкаға келеді. Аустрияның жігіті ағылшынша ана кино түсіру үшін әрбір сөйлемді жаттайды екен, ана ағылшынша сөйлеу үшін. Акценті немістің акцентімен тұр, жаңағы герман акцентімен. Соны дұрыстау үшін деген ол арнайы акцент дұрыстайтын мұғалім жалдап жүріп, сол киноларға түскен екен. Мықты кісі, ең соңында нәтижеге жетті. Ал қандай сұрақтарыңыз бар? Бұл енді жаңа Секе сізді орыс тілді қазақтар қалай тыңдаса болады дегенге жауап қойды. Мен енді оны ғалымдар шығып тілді автоматты аударатын, дыбыстан аударатын бір бағдарлама таппаса, қазақ тілі әлі оған дыбыстан аударатынға жетті ме, жетпеді ме білмеймін енді. Білмеймін енді, ол деңгейге жетті ме. Ал басқа қандай сұрақ бар? Пехлеви келе ме дейді. Пехлеви келу мүмкін, себебі шетелденің өзінде бәлем миллион ирандық жүр. Сол шетелде жүрген бәлем миллион ирандық сол Пехлевиді қатты қолдайды екен. Сондықтан оның келіп қалу мүмкіндігі жоғары. Қытайды мақтаған қыздың видеосын сізге жекеңізге жібердім дейді. О, міне керемет. Қытайды мақтаған қыздың видеосын. Міне. Тиіп қалса Қытай деп күлем. Тиіп қалса Қытай деп күлеміз, ал қытайларым болса жарады. Нағыз китайский емес, импортны қылық жасады. Жамбыл облысы Қордай ауданы Өтеген ауылында дүркіретіп 2 миллионға Наурыз мерекесін тойлатты. Жылқы сойылды, 500 мыңға мынандай шапандар берілді, 500 мыңға дастархан жайылды, ойындар жүргізілді, ақшалай сыйлық берілді, арасында ренжитін әжелерімізді отырды, биледік, ән айттық, қайттық. Китайский емес, импортный әрекет жасады дейді. Әп-әдемі қыз екен, әп-әдемі қызымыз. Молодец ей. Және де сол қытайларымыз анда-санда қазақтардың Қарасу ауылына спонсор ретінде көмектесіп тұратындар да бар екен. Не деген жақсы Қытай, Не деген жақсы Қытай, Ойбай, қазақтар, Қазақ-Қытай бір туған, Қытай жасасын деп, Қытай құдай емес, Қытай құдай деген заман келді ау, Қытай құдай болған заман келді ау, міне, біткен жек. Сонымен Қытай жаман ба, жақсы ма? Білмеймін енді. Білмеймін енді дейді. Ойбай. Қытай жаман ба, жақсы ма, білмеймін енді дейді. Бүгінгі көңіл күйім бітіп кетті осы мәне. Мұна енді өкіріп тұрып жылағың келетін сөз ғой. Мұна кішкентай қызда кінә жоқ шығар. Қоғамды осыған жеткізген мұна залым қанішер, мұна жүйеде ғой кінәнің бәрі. Қазақты Қытайға кіріптер қылып, Қытайдың берген бір
лақтырған сүйегіне мәз болып қазақтар балқып Қытай жақсы ма деп. Ойбай, қазақты осыншалық деңгейде қайыршыландырып, Қытайға кіріптар қылып, Қытайдың итке тастаған сүйектей бірнеше миллион теңгеге наурыз өткізгеніне қазақтар қазірден бастап Қытайды жақсы дей бастапты. Бізді осы кіріптарлыққа қалдырған Назарбай Тоқай Құлыбайларға 77 атасына 77 ұрпағына қарғыс болсын, лағынет болсын мыналарға. Көрінде жатса, көрінде мәңгі өртенсін бұл иттер бар ғой. Мына Назарбай Тоқай Құлыбайлар, мына билікте отырған зұлымдар бар ғой, қазақты осыншалық деңгейде ғаріптікке жеткізіп қойды ғой. Ғана көмектесе қалды дейтін шығарсыздар. Қарасу ауылында заводтары бар, тып-тыныш орындықтарында отыра берсе болады ғой дегенмен спонсорство жасап қазақтарға бір той сыйлады. Ойбай, той сыйлапты. Той бітті ғой, қазаққа той жасап берсең, бітті қазақ. Іштік, жедік, мәз мейрам бұл. Ойбай, іштік, жедік дейді. Іштік дейді, жедік дейді. Сосын қазақтардың бір минусы, білмейміз, тегін Ана Қытайдың тамағын ішіп, Қытайдың тамағын жеп, мәз-мәйрам болып қайтқанда қазақ ұнамай қалады екен да. Ана Қытайдың берген тамағы кірген кезде қазағыңды бүйтіп жек көріп қарай бастайды екенсің. Қазағың что-то бір түрлі болып өзі. Жүрсе жүрісі ұнамай, тұрса тұрысы ұнамай өзі. Жек көре бастайды екен. Қытайдың тамағын ішіп, Қытайдың тамағын жеп, биледік, ойнадық, күлдік, іштік, жедік дейді. Енді қазақ ұнамайды екен. жасап беріп атса да бүйтіп тұрамыз, қайғырып тұрамыз. Ана түріктерге қараш, халайлары қосылып қалса, қай жерде болсын, бәрі бірден тұра қалып билей бастайды. Түріктер де жақсы екен де. Айту қазақ жаман. Қазақтың жүрісі де ұнамайды, тұрысы да ұнамайды, күлсе күлкісі ұнамайды. Қазақ ұнамайды. Түрік жақсы, Қытай жақсы, түрік жақсы. Бүкіл жер бетіндегі адам баласының ең бір қоры қазақ дейді. Көрдің бе, өзіңді қалай жек көріп бастайсың? Не бір билемейміз, не бір қол шапалақтай алмаймыз. Сол қысылып ана ұятпен тұрамыз. Той атайықшы, тегін жасап отыр ғой бізге. Тегін? Ең азында бір күліп қайтайықшы. Күліп жеп. Сонда да ана ұнамайды, мына ұнамайды, ақыр аяғы көңілі күйсіз кеткендер де бар. Ойбай. Ай, қазағым ай. Міне. Рахмет бауырым, тыңдап. Дәл осы видеоны іздеп едім, дәл жібергеніңе рахмет. Міне аудиомен сәлем жолдап қойдым міне. Ал қазақтар, байқаңдар, мына Қытайдың тегін тамағын жесеңдер, жек көріп кетесіңіздер. Мына әйелдер Қытайдың тамағын жемеңдер, қайтып кеп күйеулерің ұнамай жаңағы. Күйеулерің көздеріңе жын көрініп, шайтан көріне бастайды. Көрдің бе, Қытайдың тамағын жеп, Қытайдың тегін берген тамағын жегеннен кейін қазақ ұнамай қалады. Тіпті түріктің өзі жақсы болып кетеді да. Мына психологияда мынандай бір, бұл психология, саяси психологияда мынандай бір нәрсе бар. Жауапкершілікті барынша көп нысанаға шашу. Мысалы, билік кінәлі емес, халық кінәлі. Бұл саяси методикада, саяси психологиядағы ең әккі, ең арам, ең кір тактикалардың біреуі. Әлгі Боқболат айтатын, қазақтың жігіттері жақсы болса, қазақтың қыздары сайнада тұрмайтын еді, та-та-та-та-та дейтін Боқболаттың сөзі осы тактика. Яғни, қазақтың қызы Сайна мен Сейфуллинда жезөкше болып тұруы қазақтың жігіттерінің нашарлығы, ездігі, намыссыздығы екенде, бірақ қазақты сондай күйге қалтырған, және бүкіл зұлымдықты қазақ жеріне жайып қойып, күліп қарқылдап отырған билікте кінә жоқ екен. Назарбаевта кінә жоқ екен. Бүкіл байлықты солар тонаса кінәсіз екен. Ал бас көтеріп, неге мұнаны битпейміз деген жігітті басын шабады, түрмеге тығады, соттайды, қудалайды. Бірақ енді Боқболатты сайратып қояды да, телевизорда, мемлекеттік телевизорда қазақтың жігіттері мықты болса, қазақтың қыздары Сайна мен Сейфуллинда тұрмас еді дейді де. Мен соған 6 жылдың алдында Түркияда жауап бердім. Қазақтың депутаттары арлы болса, қазақ осы күнге қалмас еді деп жауап бердім. Бұл жерде кінәнің бәрін халыққа итеру, бұл бірнеше ғасырдан бері саяси методикада келе жатқан ана билікте, патшада, билеушіде кінә жоқ. Халық өзі кінәлі. Қазақ өзі, оңбаған ғой, қазақты өлгенге лайық.
қазақ деген соған лайық қой енді. Оған молдекеңдер шығады, жаңағы халқы қалай болса патшасы солай болады дейді. Оған ана мұнафиқ тикток имам шығады, патша Назарбаевтан нең бар, Назарбаев қызыңды шешіндірді ма, сен дұрыстал, мен дұрысталайын, екеу боламыз. Соны 20 миллионшы болғанға дейін соған Назарбаев ұрлай берсін, ол ұрлай берсін, ол жей берсін, оған тиіспе дейді де. Міне сол тикток имамдардың жайшылықта саясатқа кірме деп айтады да, саясатта нең бар дейді де. Міне референдумда саясатты қолдап шығады. Молдекеңдер саясатта нең бар, дін бөлек, саясат бөлек дейді де, Тоқайдың айналасынан шықпайды, солардан медал алады, солардың итаяғынан жуынды ішеді. Бұл жердегі әңгіме осы. Сосын халыққа қайтады, халық дұрысталмай, билік дұрысталмайды дейді да. Халық сен кінәлісің. Сондықтан Назарбай Тоқай болыпты. Сен сондай болғандықтан Құдай саған әдейіге Назарбайды Тоқайды жібер дейді. Бұл Құран аяттарын бұрмалау. Бұл шексіз құдірет иесі жаратушының сөзін бұрмалау. Бұл мәселені басқаға аудару. Рак болған адамға енді соның емін іздеу керек қой. Қалай емдеу керек? Қай жері, қай докторхана? Сол рактың емін іздеу керек. Мысалы, кем дегенде оны емдеп жазу емес, не сол ағзаны жаңағы рактың клеткасының көбеюінің алдын алу. Сол сияқты мысалы Германия ма, Израиль ма, Қытай ма, Түркия ма бару керек, Америка ма бару керек деген сияқты. Сөйтіп басқа тұрғанның орнына сен оңбағансың, сен дұрыс емессің, сен баяғыда ұйықтамайтынсың, сен баяғыда арақты көп ішкенсің, сен баяғыда бүйткенсің, әй сен дұрыс емессің ғой, содан сен рак болдың, енді өле бер деген сияқты әңгімеде. Бұл жауапкершілікті қашыру, мәселені шешудің жолын басқаға аудару. Яғни мәселені көз алдағы өртеніп тұрған мәселені шешпей, мәселені жылыстату басқа жаққа қарай. Міне бұл саясаттағы ең арам кір психологиялық, политикалық тактика. Сондықтан қазақтар оған сенбеңдер. Жаңағы молдалардың халық өзі кінәлі, халқы қалай болса патшасы солай. Яғни сен оңбағансың, сен жемқорсың, сондықтан Назарбаев сияқты жемқорды саған жіберді. Сен оңбағансың, сен өзің дұрыс емессің, сондықтан Тоқаев сияқты қанішерді саған жіберді деу арқылы бұлар Құран аяттарын бұрмалап, ана қанішерлерді ақтап жатыр. Кінәні билеушілерден емес, халыққа аударып жатыр. Бұлар Алланың қасиетті кітабындағы сөздерді бұрмалап, теріс түсіндіріп жатқан лағнеті шайтандар бұлар. Ал енді сол халық солай болса, ал солар шынында сол нанымға нанып отырса, онда неге сол халықты ағартамын, дұрыстайым деген бізді жек көреді? Неге бізге қарсы? Сол халықты оятайын, сол халықты әділетшілдікке тәрбиелейік, шыншылдыққа тәрбиелейік, мына теңдікке тәрбиелейік, ақпараттық ашықтыққа тәрбиелейік, халық білімді болсын, бәріне ләббәй бегім деп көне бермесін, өз құқын қорғасын. Кем дегенде саяси мәселе емес, құқықтық мәселелерде күйеуін нақақ соттап жатыр, енді әйелі болды, тағдырға жазды, көнейік болды. Бір Құдайға тапсырайық деп қатын отырма, енді ана күйеуінің құқық мүддесін қорғау үшін ана қатын арыздануы керек. Ал осының барлығын халыққа үйретіп жатқан бізді жаңағы кінә халықта дейтін молдекеңдер неге жек көреді? Олар ана жерге келгенде ана пәтуалар дайын, мына жерге келгенде мына пәтуалар дайын. Қысқасы ана зұлым билеушілердің өмірін ұзартады. Зұлым билеуші бергендер дегенде қасынан табылады. Ит аяқтан жуынды іш дегенде шалпылдатып, ит құсап тілдерін шалпылдатып жуынды ішеді. Сосын халықтың басын битіп улаңдар дегенде халыққа қарап битіп үреді. Ал мынаған келгенде алаялдап жібереді, мына хадисті ұрып жібереді, анаған ана аятты ұрып жібереді. Ананың мағынасы майыстырып, Құдайдың сөзінің мағынасы майыстырып, ең соңында осыған көн болды. Ана яқта 72 қор қызы бар, ана яғы яқшы, мына яқты қойып алдырақ барды. Сосын жаңағы бейшара сорлы, ана яқтағы 72 қор қызы өздері мына дүниенің қор қыздарын тырнақша ішіндегі алып, өздері мына дүниедегі жәннаттың бақшаларында, коттедждерде, виллаларда, Дубайда, Мекке, Медине, Стамбулда коттедждар, өздері ана жәннаттай бұлт үстінде қалықтап, ұшақтан ұшаққа мініп, қыдырып, Еуропа, Америкада жүріп, ана молдекеңдер бейтап жүреді де, Қазақстанға барып, жаңағы басшысының қасына барып, құйрығын бұлаңдатқан ит құсап, бастарын бұлаңдап, жаңа Назарбаевтан ең бар саясатқа кірме деген әңгімені айтады. Бұлар мұнафиқтер, қазақтар. Бұлар мұнафиқтер, сенбеңдер, айналайын қазағым. Сенбеңдер, бұлар мына дүние үшін, ол дүниесін айырбастап отырғандар. Олар ақиқатшылдар, шыншылдар емес. Олар мына дүниенің қызығы үшін жұмыс істеп жатыр. Биліктің
тапсырмасын орындап жатыр. Міне, әңгіме осында. Ал, басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Қашан басталды дейді. Басталғанда 93 минут болды. Сіз билікті алсаңыз, Қазақстанға кірген Қытайды қуасыз ба дейді. Серікжан билікті алды деген күні Қытайлар өз-ақ кетеді. Сол мен қуайын деп те, мен қуатын Қытай қалмай қалады. Серікжан Біләшұлы Қазақстанның билігін алады екен деген сөз шыққанда, Қазақстаннан іздеп жүріп Қытай таппай қаласың. Себебі Қытай тілді батыстық медиаларға, Америка, Еуропаның Қытай тілді аударма медиаларына кір, Серікжан Біләш деп менің атымды қытайша жазып көр. Қытайша Сәрі Көжен дейді. Менің Қытайға көзқарасым қалай екенін біледі.